Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте дәмді 5 минуттық салат дайындаймыз. Алдымен сыр қажет болады, яғни қатты сыр аласыздар, өздеріңізге ұнайтын дәмді болған дұрыс. 4 бұрышты етіп тураймыз. Достар, өзімнің YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Сол себепті YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Туралған сырды ыдысқа саламыз. Келесі кезекте бізде қияр, яғни қиярды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл салатқа ештеңе пісірудің қажеті жоқ, өте тез дайындалады. Қиярды да ыдысқа саламыз, 4 бұрышты етіп тұрғаннан кейін. Содан кейін қызанақты 4 бұрышты етіп тураймыз. Осы салат қонақтарға да, отбасыма да ұнап жатады, сондықтан бөлісейін дедім. Негізі өте оңай салат. Қызанақты турағаннан кейін ыдысқа саламыз. Оның артынан жүгеріні және сухарикет саламыз. Ең артынан майонез салып, жақсылап араластырамыз. Майонездің өзінде тұз болғандықтан тұз салмаймын. Және сухарикеті алдын ала салмаңыздар. Дастарханға салатты қоятын кезде сухарики қосқан дұрыс. Баршаңызға ас болсын, салат дайын.